Тақайдың өлетін күні алыс па дейді. О, енді бұны мен түгілі періштелер білмейді. Періштелер де білмейді, оны тек жаратушы біледі. Тақайға Құдай қанша өмір берді, ол қашан өледі, Құдай оны адам бендесі біз білмейміз, оны тіпті анау бірінші қабат аспанда тұратын періштелер де білмейді. Оны тек бір Құдай біледі. Екіншіден, Тақай алда Назарбаев сияқты 30 жыл елді билей ма, қазақтың қанын тағы 10 рет, 100 рет шаша ма, оның бәрі сен саяси сауатсызсың ба, сауатсызсың ба, ояндың ба, оянбадың ба, тіке соған қатысты. Егер сен Ләббай бегім елбасы жасасын, Путиннен басқа Құдай жоқ, Тақай оның елшісі деп кәлим айтып, мешітте молдалар Тақайыптың саясатын мақтап, бүкіл мына әнші, әртіс, жұлдыз, Құдай ұрған жіңкештердің бәрі Тақайшыл болып кетсе, онда қазақтағы Назарбайға 30 жыл мүлгігенде Тақайға 30 жыл мүлгіп отыра бересің оны. Ол қашан өледі дейді ғой. Оның қашан өлетіндігін мен барып, оны мен сұрап келейін ма ана жақта бір тикток имамнан сұраңдар оны. Кітабын ары бері ашып, басын ары шайқап, иншалла, иншалла, Алла несіп болған күнге дейін өмір сүреді, иншалла, иншалла дейді. Басқа мен қайдан білемін? Осындай сұрақ бола ма екен енді? Мен өзімнің қашан өлетінімді білмеймін. Сен де білмейсің. Кімнің қашан өлетінін бір жаратушы хикмет иесі ғана біледі. Ешкім білмейді.